Нумерологиядағы пәтер нөмірі. Сіз өзіңіздің үйіңіздің табалдырығын аттаған сайын көңіл күйіңіз қалай өзгеретін байқадыңыз ба? Ежелгі уақытта адамдар өздері тұратын жерге қатысты барлық нәрселерге көп көңіл бөлді. Зәулім үйлер мен құлыптардың алдыңғы есіктері жалпы ел таңбалармен, түрлі мүсіндермен және оюлармен безендірілетін болған. Егер сіз көп қабатты үйде тұрсаңыз, мысалы сіздің мекен жайыңыз 79-шы үй 27-ші пәтер болса, сізге үй нөмірі де пәтер нөмірі де әсер етеді. Дегенмен сіздің пәтеріңіздің нөмірі күштірек әсер етеді. 79-шы үй нөмірі төмендегідей есептеледі. Бір-біріне қосып бірлік санға айналдырамыз. 7. Бұл сіздің үйіңіздің вибрациясы. 7 энергиясы жалғыздықта рухани өсуді білдіреді. Сіздің пәтеріңіздің нөмірі 27. 9-ға сәйкес келеді. 9 энергиясы адамзатқа көмектесуді білдіреді. Осылайша сіз өзіңіздің пәтеріңіздің энергиясы рухани жалғыздық арқылы болса да, адамдарға қамқорлық пен адалдыққа бағытталатынын көресіз. Егер сіздің мекен жайыңызда әріп болса, мысалы үй 38А арнайы кестемен есептейсіз. Әрбір әріптің астына өзіндік сандар беріледі. Сол сандарды алып бір-біріне қосып бірлік санға айналдырасыз. Енді әрбір сандарға тоқталып өтейік. 1. Көшбасшылық бейімділігі бар белсенді адамдар үшін өте қолайлы. Мұндай тұрғын үй жаңа өмір бастағысы келетін, көптеген идеяларды, жобаларды жүзеге асырғысы келетін және алға қойған мақсаттарына қол жеткізгісі келетін адам үшін керемет нұсқа деп саналады. Мұндай үйде немесе пәтерде тұру үшін үлкен ерік-жігер қажет, өйткені тұрғын үй энергетикасы әлсіз адамдарды бұзуы мүмкін. Мұнда отбасын құру қиын, өйткені бірлік жалғыздардың саны, бірақ рухы күшті жалғыздар. Табиғатының жұмсақ, тым сезімтал жандар болса, бұл пәтерде өзін тастанды бақытсыз сезінуі мүмкін. Олар үшін алкогольге тәуелділіктің басқа түрлеріне тәуелділік қаупі жоғары. 2. Серіктестіктің саны. Сондықтан мұндай нөмірі бар пәтерле ерлі-зайыптылар, жас жұбайлар өздерін жайлы сезінеді. Жалғыз адамға да жеке өмірді тезірек құруға көмектеседі. 2 нөмірінде тұратын адамдар өнермен, аспаздықпен, шығармашылықпен, балаларды тәрбиелеумен, бір сөзбен айтқанда адам шынайы сүйіспеншілікпен орындайтын кез келген іс-әрекетті қолдап жолын ашады. Өтірікке құмар жандар үшін мұндай үйде бақыт таба алмайды. Ерлі-зайыптылар тез ажырасады. Бірақ шынайы махаббатқа терең, өзін-өзі құрметтеуге, адалдыққа негізделген одақ үшін ешқандай қиындық, қорқыныш болмайды. 3. Нумерология бойынша жағымды ойын-сауықпен, демалыспен, релаксациямен және көңіл көтерумен байланысты пәтер саны. Жалпы өмірге оң көзқараспен қарайтындар мұнда өте ыңғайлы болады. Бұндай үй үлкен отбасы үшін, қарт адамдар үшін, сондай-ақ өмірде қалағанның бәріне қол жеткізген және қазір біраз демалып, қол жеткізген жетістіктерінен ләззат ала алатындар үшін өте қолайлы. 4 саны. 4 саны бар үй немесе пәтер тұрақтылықты бағалайтын және өз жұмысын жақсы көретіндер үшін жеке бекініс бола алады. Мұндай тұрғын үйде үлкен амбициясы бар, жоғары мақсаттар қоятын және оларға жету үшін күш салатын адамдар жақсы өмір сүреді. Құмар мансапшылар мен көпшіл адамдар өздерін өз орнында сезінеді. Бірақ жалғыздыққа, тыныш демалуға ұмтылатындарға немесе кейде жалқау болуға мүмкіндік беретіндерге энергияға толы пәтерде қиын болады. 5. Ең жігерлі сан. Мұндай үйде жиі өзгерістерді ұнататындар тұруы керек. Шығармашылық адамдар, құмар саяхатшылар, кештер. 5 саны бар пәтерде өзіңізбен өзіңіз қаламын деп ойламаңыз. Өйткені сіздің үйіңізге көптеген достар, таныстар үнемі келеді. Егер адам өзін жалғыз сезінсе, онда бұл үй жаңа таныстар табуға көмектеседі. Ерлі-зайыптылар мұндай үйді тек бір шартпен таңдай алады. Егер неке берік, уақытпен тексерілген болса, өйткені бестік барлық сезімдерді, соның ішінде жағымсыз сезімдерді де күшейтеді. Сондықтан бір-біріне сенімді емес серіктестер опасыздыққа баруы мүмкін.
6. Тұрғын үй нумерологиясындағы 6-лық нағыз үй адамдарына арналған. Мұндай үйде бірінші кезекте отбасын қоятын жандармен үшін өте ыңғайлы болады. Іс-сапарға жиі баратындар немесе белсенді әлеуметтік өмірі бар адамдар үшін басқа баспана іздеген дұрыс. Сондай-ақ 6 тәуекелге, құмар ойыншыларға, мансапшыларға, бизнесмендерге мүлдем сәйкес келмейді. 6 дәстүрді отбасылық кештерді адамдардың бір-біріне деген шынайы сүйіспеншілігін қолдайды. 7 энергиясы бар пәтер зерттеушілер, мистиктер, философтар, аналитикалық жұмыстармен айналысатын адамдар үшін нағыз жұмақ. Мұндай тұрғын үйдің ішінде эзотериктердің, ғалымдардың, жазушылардың, сондай-ақ кейде әлемнен қорғануды қажет ететін адамдардың жан тыныштығы болады. Ойлау, рефлексия талдау, бір нәрсені зерттеу 7 санының қамқорлыққа алатын іс-шаралары. 8. Ақша саны. Материалдық табыс, бизнес, жоспарларды іске асыру, белсенділік. Мұндай үй белсенді өмір сүретін көптеген мақсаттары бар және олардың жетістіктері үшін жұмыс істеуге дайын адамдарға жарайды. Ауқатты адамдар 8 санның энергиясымен өмір сүріп, ішкі тепе-теңдікке ие болады. Егер сіз бай болғыңыз келсе, 8 нөмірді таңдаңыз. 9. Пәтердің нумерологиясында 9 жауаптылықты, рухани даналықты, жанашырлықты білдіреді. Мұнда басқалардың игілігі үшін жұмыс істейтін адамдар өздерін жайлы сезінеді. Дәрігерлер, мұғалімдер, діни қызметкерлер, психологтар, эзотериктер, қайырымдылық ұйымдарының мүшелері. 9 энергиясы бар үйді таңдағанда, сіз күн мен түннің кез келген уақытында телефон қоңырауы немесе көмекке, жанашырлыққа, күнделікті кеңеске мұқтаж адамдар сізді алаңдатуы мүмкін екеніне дайын болуыңыз керек. Сондықтан жалғыз басты, коммуникативті емес, жабық адамдарға 9 саны бар тұрғын үй мүлдем сәйкес келмейді. Достар, келесі видеомды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қойыңыздар және сіздерден комментарий күтемін.